Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы әдепті бала. Мақсаты болымды және болымсыз мағынаны ажырата аласың. Сможете различать положительные и отрицательные значения слов. Жаңа сөз үйренейік. Шындық, истина, правда, әдет, привычка, жомарт, щедрый, адал, честный, қасиет, качество. Дәптерлеріне жазып алыңыздар. Запишите себе в тетрадь. Келесі тапсырма. Сөйлемді оқы, талқыла. Балалардың әрекеті дұрыс па? Оларға қандай қасиет тән екенін айт. Следующее задание. Прочитайте предложение. Обсудите, правильно ли дети поступают, какие качества им свойственны. Жарайсыңдар балалар. Тапсырманы орындап болсаңдар, өзіңді тексеріңдер. Проверьте себя. Иә балалар. Балалардың әрекеті өте дұрыс. Келесі мәтінді оқып, не туралы екенін айт. Мәтінге ат қой, қандай қасиеттер туралы айтылады. Прочитайте текст, о чем он. Озаглавьте и скажите, о каких хороших качествах сказано. Көрші баланың аты Нұрбек. Біз оны Ұшақ дейміз. Ол адал, шыншыл, мейірімді, әсіресе тіл алғыш бала. Міне, өзі келе жатыр. Нұрбек, қайдан келесің? Дулаттың добын апарып бердім. Жарайсың. Қолындағы не? Дулаттың ағасы кәмпит берді. Маған да берші. Әрине, міне, ал. Кеттік, екеуміз бірге велосипед тебейік. Кешір, анам ренжіп қалады. Тез келемін деп уәде беріп едім. Көріскенше, мен кеттім. Айтпақшы, уәдеде тұру жақсы қасиет. Жігіт екенсің. Имя соседского мальчика – Нурбек. Мы называем его самолет. Он честный, правдивый, добрый и особенно послушный. А вот и он. Нурбек, ты откуда идешь? Я вернул мяч Дулату. Отлично. А что у тебя в руках? Брат Дулата дал мне конфетку. Дай мне, пожалуйста. Конечно. Вот, возьми. Пойдем. Вместе покатаемся на велосипеде. Прости, мама расстроится. Я обещал, что быстро вернусь. До скорой встречи. Я пошел. Да, кстати, держать свое обещание – хорошее качество. Ты молодец. Экранға назар аударайық. Мына сұраққа жауап беріңіздер. Нұрбек қандай бала? Напишите качества, которые свойственны Нұрбеку. Дұрыс балалар. Нұрбек шыншыл, адал, мейірімді, жауапты, жомарт, тамаша. Ал енді балалар, үстінде жазылған сөйлемге назар аударыңыздаршы. Нұрбек нағыз азамат. А что же означает слово азамат? Азамат переводится как гражданин. Но здесь, дети, заметьте, азамат в переносном смысле означает настоящий человек. То есть азамат – это человек, который держит свои обещания, умный, образованный, щедрый. Это слово в основном употребляет при выражении похвалы. Например, взрослые говорят: «Нағыз азамат екенсің». Жарайсыңдар балалар. Нұрбекке жазған хатты оқыңдар, толықтырыңдар. Прочитайте письмо, адресованное Нурбеку. Дополните. Өзіңді тексер. Проверь себя. Внимательно на экран. Прочитайте эти предложения и сравните. Сен шындықты айт. Сен шындықты айтпа. Как вы заметили, в первом утверждает, а во втором отрицает. То есть в казахском языке форма отрицания образуется путем присоединения к глаголу суффиксов ма, ме, ба, бе, па, пе.
Келесі тапсырма кестені жалғастырып айт. Болымды мағынада және болымсыз мағынада. Следующее задание. Дополните таблицу в форме утверждения и в форме отрицания. Балалар, енді өздерінің жауаптарыңды экрандағы жауаппен салыстырыңдар. Проверьте себя. Үйге 45-ші бет 4-ші тапсырма. Сөйлемдегі сөздерді дұрыс реттеп жаз. Напишите слова в предложении по порядку. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуға ұмытпаңыздар. Подпишитесь на мой канал, ставьте лайк и пишите комментарии.